Зеленскийге әлем жұрты тәнті. Ешқайда қашпады, түк саспады, қақпасын жауға ашпады. Ал Путиннің жүйкесі жұқарды, төзімі таусылуға таяу. Ол енді ядырлық қаруды іске қосама. Қолы қызыл кнопкаға тиіп кетсе, адамзаттың жағдайы не болмақ? Украинаның бомждарына дейін шайқасқа түсті. Ресей бұл жолы жеңілсе, ыдырап кетуі мүмкін бе? Ал жеңсе, Қазақстанның күні не болмақ? Біз орысқа жалтаң-жалтаң еткен Белоруссияның күйін кешіп қалмаймыз ба? Ал Украина жеңсе, біз неден ұтамыз? Ең соңғы маңызды әрі сұмдық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Европа орысқа әуе кеңістігін жапты, Түркия теңіз жолын кесті. Google компаниясы да қыспақ қалып жатыр. Илон Маск та жәрдемге келді. Ресей дым сүйкімі қалмай, сорлы боп әлемде жападан жалғыз қалды. Бірақ ұялып жатқан олар жоқ. Путин қорғаныс министріне тежеуіш күштерді, яғни ядырлық қарумен аса қауіпті зымыран кешендерін алып ұшатын жүйелерді ерекше режимге келтіруді бұйырды. Қызыл кнопкаға қол жақындай түсті деген сөз. Мүмкін бұл сес көрсетуде болар. Осы жерде бір қызық айта кетейік. Мына суретке қараңызшы. Путин өз көлеңкесінен өзі қорқа бастағандай, екі генералын 10 метр алысқа отырғызып қойып тапсырма берген. Соғыс Украинаны бір тудың астына жинады. Басқасын айтпағанда елдің бұрынғы президенті Порошенконы қараңызшы. Мені қайта сайламадыңдар деп өкпелемей, зейнеткермін деп жатып алмай, қолына қару ұстап, пулемет таратып, сарбаздармен бірге жүр. Сотты боп қашып жүргендерде, қоқыс ақтарып күн көргендерде отан үшін шайқасқа түсті. Осыған қатысты журналист Серік Әбікенұлы былай деп жазба жариялап, жүректі шымырлатты. Бомждар бөтелке жинап, Молотов коктейлін жасап жатқан тұрғындарға көмектесіп жүр екен. Оларда үйі жоқ, құжат жоқ, бірақ жүрекпен отан бар екен. Халқының осындай ұлы махаббатын оятқан Зеленский әлемдік лидерлердің аузын ұрды. Онда Байдендікідей байлық, Макрондікідей дос-жаран, Путиндегідей қызыл кнопка жоқ. Есесіне ұлт сүйіспеншілігі бар. Енді ол әлем халқының ықыласына бөленген ер болды. Жаһан Украина Зеленский деп жаңғырып тұр. Соңғы ширек ғасырда жер бетінде мұндай саяси тұлға болмаған. Ол зұлымдық пен аярлықты мысқылдап, сонысы үшін сайқымазақ атанып еді. Енді шын сайқымазақтардың бет пердесін сыпырды. Путин бастаған Ресей билігі тәуелсіз дербес бір елді бомбалап жатыр. Украина жұртына қарап жүрегі ауырады. Қаншама бейгүнә халық, бейгүнә бала, бейгүнә сәби қайтыс болды. Ол елде қазір тыныштық, елінің бірлігі, елдігі арман. Білім, ғылым, денсаулық, экономика емес, бастың амандығы, басты арман. Украина бізге, біз секілді ұсақ елдердің біразына сабақ болу керек. Ресей секілді агрессор мемлекетпен көрші отырған жұрт қашанда мемлекеттік қорғаныс пен ұлттық идеологиясын мықтамаса, ертең не боларын кім білсін. Соғыс басталғалы Ресейді ашық жақтап, Путин еркек екен деп отырған талайды көзіміз көрді. Құдай басқа соғыс салмасын, ертең сатқын ең алдымен іштен шықпасына кім кепіл. Сондықтан нақты идеологиялық тұтастықта маңызды. Бірақ елде қаншама Ресей телеарнасы сайрап тұр, өз идеологиясын тықпалап. Қаншама бақ тек орыстардың дерек көзіне сүйеніп ақпарат таратып жатыр. Бұның бәрі ойлантатын дүние. Біреудің қойын біреу ысқырып жүріп бағат дегендей, бір елде соғыс боп жатса, басқалар ары кетсе санкция сап отыра беретінінде көрдік. Бұл тек өзіміздің жағдайымызды тек өзіміз ғана шешетініміздің дәлелі. Дәл осындай соғыс болса, Ресейдің ішіндегі тәуелсіздік аңсап жүрген ұлттар тәуелсіздікке ұмытылатын шығар десем, кейбірі алғыс шепте жүр. Өкінішті. Украинаға жеңіс тілейміз. Дәл қазір біз үшін Ресейдің жеңілгені маңызды. Соғыстың тоқтап, Украинаның территориялық тұтастығы маңызды. Аятжан Ахметжанұлының айтқаны бұл ойландыратын дүние. Қазақстанға Украинаның жеңгені керек, әйтпесе Беларусьтың күйін кешеміз. Солай, мұны біз емес, саясат танушылар айтып отыр. Саясат танушы Дәурен Әбеннің пайымдауынша, Киев Кремльге түсе бүккен болса, бұл Қазақстанға да кері әсерін тигізеді. Ақорда осы соғыста Украинаның мерейін үстем болуына мүдделі. Егер Ресей жеңсе, Қазақстан екінші Беларуське айналады. Мәскеудің айтқанына құлдық ұрып, агрессордың сөзін сөйлеуге мәжбүр болады. Киевке басып кірген Путиннің тауы шағылып, кері шегінсе, күллі посткеңестік кеңістіктегі саяси ахуал күрт өзгереді. Ресейдің күштеуімен құрылған саяси экономикалық блоктар көпке ұзамай күйрейді. Евразиялық одақ секілді
ұйымдар шетінен шытынап ыдырай бастайды. Олардың орнына аймақтық жобаларға жан бітіп, Кремльмен тең дәрежеде сөйлесетін құрылымдар пайда болады дейді саясаттанушы. Илайым солай болғай.